Құрметті көрермендер, эфирде антикорлар жобасы. Жоба аясында бүгінгі спикеріміз туризм және қонақжайлық индустриясы колледж директоры Жабықбаев Нұрдәулет Жақыпбекович. Нұрдәулет Жақыпбекович, колледж аясында және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қандай жұмыстар жүргізіліп жүргенін айта кетесіз бе? Рахмет, сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдарман қауым. Алматы қаласы білім басқармасының туризм және қонақжайлық индустрия колледжі 1960 жылы Алматыда сауда училищесі болып құрылып, сол кезден бері өзінің қызметін жалғастырып келе жатқан еліміздегі белді де беделді оқу орындарының бірі. Қазіргі таңда колледж қызмет көрсету саласында 5 мамандық бойынша студенттерді даярлап, өткен 60 жылдық тарихында 15 мыңнан астам түлек дайындап шығарды. Ең басты жетістіктерінің бірі еңбек нарығына заманауи дағдылармен шыққандар арасынан жыл сайын колледж түлектерінің 80%-дан астамы өздері таңдаған мамандық бойынша жұмысқа орналасып, Алматы қаласындағы Асарди, Мега, Апорт, Риксос секілді ірі кәсіпорындарда жауапты қызметтер атқаруда. Туризм және қонақжайлық индустриясы колледжінде Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету үшін жоспарлы жүйелі жұмыс жүргізілуде. Жұмыстың негізгі атап көрсететін бағыттарына тоқталатын болсақ, ол мұғалімдер мен студенттердің құқықтық мәдениетін арттыру, алдын алу шараларын жүргізу, сыбайлас жемқорлыққа қылмыстарына ықпал ететін факторларды жою, бақылау қызметін күшейту. Алматы қаласы білім басқармасының ұсыныстарын ескере отырып, әр оқу жылының алғашқы педагогикалық кеңесінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті реттейтін нормативтік құқықтық актілермен таныстыру бойынша тұрақты ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Оқу жылына арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шараларды жүзеге асыру туралы жоспарлары бекітіледі. Осы жоспарға сәйкес мұғалімдердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім деңгейін арттыру мақсатында және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын сақтау мәселелерімен таныстыру үшін прокуратура өкілдерін шақыра отырып семинарлар мен дәрістер өткіземіз. Мысалға айтқанда 2020 жылдың 7 қарашасында мемлекеттік қызметкерлердің әдеп кодексінің негізгі нормаларын таныстыру үшін онлайн семинар өткізілді. Әлеуметтік осал санаттағы студенттерге әлеуметтік көмек көрсету, білім гранттарының бос орындарға ауысуы, бюджетті жоспарлау және орындау секілді жұмыстарды қолға алу үшін колледж бюджеттік комиссия құрды. Комиссия құрамына заңнамаға сәйкес жергілікті атқарушы билік органдарының өкілдері, ата-аналар қауымдастығының өкілдері, колледж ұжымының өкілдері, бірқатар әлеуметтік серіктестіктер, қамқоршылық кеңесінің өкілдері тартылады. Колледж бюджетінің кіріс шығындары туралы мәліметтер міндетті түрде әр оқу жылы сайын ата-ана қауымдастығының есептік жиналысында баяндалып, бюджеттің негізгі көрсеткіштері колледж сайтына орналастырылады. Колледж қызметінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарды ұйымдастырудағы маңызды және ауқымды басқару органы ретінде қамқоршылар кеңесінде атауға болады. Колледждің даму стратегиясы, бюджеттік жоспар, грант топтарын құрастыру, қабылдау комиссиясының жұмысын ұйымдастыру секілді бағыттарда қамқоршылық кеңесі міндетті түрде қатысып, өз ұсыныстары мен пікірлерін айқындап отырады. Сонымен қатар, оқу жылының басында сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасы үзінділерінен тұратын арнайы жарнама жасалып барлық колледж қызметкерлеріне таратылады. Ата-ана қоғаммен жұмыстар тоқталмайды. Колледждің ата-аналар жиналыстарында сынақ пен емтихан тапсырған студенттердің, ата-аналар және де колледж оқытушыларының сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылық мәселелеріне жауапты екендерін міндетті түрде айтылады. Соңғы кездесу 20 жылдың 27 желтоқсан күні өткізіліп, жиын барысында колледж басшылығы ата-аналар өкілдерінің алдында есеп берді. Сессия барысында сыбайлас жемқорлықсыз білім тақырыбында қуаттылық сабақтар өткізіліп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері, тарих, қоғамтану және құқық негіздері сабақтарында қосымша қарастырылады. Сонымен қатар, қорытынды аттестация кезінде сыбайлас жемқорлыққа тәуелділіктерді болдырмау мақсатында емтихандық комиссия
құрамына сырттан әлеуметтік серіктестіктер, жұмыс берушілер тартылады. Әрбір емтихан таза болу үшін бейнекамералар, демо құралдар пайдаланып, студент пен ұстаз арасындағы қарым-қатынастар ашықтандырылады. Туризм және қонақжайлық индустриясы колледжінде этика, академиялық адалдық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі тұрақты комиссия құрылып, бұл комиссия үнемі нормативтік құжаттарға сараптама жасап отырады. 2017-2018 оқу жылдан бастап колледж Алматы қаласы білім басқармасы, мемлекеттік қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттерінің Алматы қаласы бойынша департаменті және саналы ұрпақ республикалық жобалық кеңсесімен біріктіре отырып, сыбайлас жемқорлыққа көріністердің төзбеушілікке тәрбиелеу жүйесін құра бастады. Бұл бағытта жоғарғы аталған мекемелердің ұсынған адалдық сағаттарының да үлкен рөлін айта кеткен жөн. Қашықтан оқыту жүйесі кезінде адалдық сағаттарды таптырмайтын тәрбиелеу құралына айналды. Сонымен қатар саналы ұрпақ республикалық жобалық кеңсемен бірлесе отырып, колледжде саналы ұрпақ клубы ашылып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт жарияланды. Мұнда стандарт тек колледж сайтында ғана емес, колледждің екінші қабатында 2 арнайы стендке орналастырылған. Осы стандарттың орындалуын, адалдық мәдениетін қалыптастыруды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың жүзеге асырылуын бақылау үшін арнайы этика және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қимылдар жөніндегі уәкіл болып тағайындалды. Және де колледж қызметкерлерімен жасалатын еңбек келісім шартына қосымша ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттың бірнеше бөлімдері қосылды. Жалпы қазіргі таңда саналы ұрпақ клубында колледжіміздің 280 студенті мүшелік етуде. Колледждің ең белсенді, шығармашыл және бастамашыл студенттері біріктірген осы клуб жыл бойы әртүрлі іс-шараларды жүргізеді. Мысалы, тек 2020-2021 оқу жылы қашықтан оқытуға қарамастан клуб белсенділері «Я против коррупции», студенттік бейнероликтер сайысын, елдің озық, адал және бәсекеге қабілетті азаматының имиджін кеңінен насихаттау аясында табысқа жету жолы байқауын, менің ұстазым ең керемет және адал тұлға онлайн конкурсын ұйымдастырды. Сыбайлас жемқорлыққа тәуекелдердің мониторинг жасау үшін міндетті түрде жылына 1-2 рет сауалнама жүргізіледі. Мысалы, соңғы сауалнамада 2020 жылдың 11 қазанында онлайн форматында өткізіп сауалнамаға 125 студент қатысты. Колледжде қабылдау науқаны өту барысында да парақорлық пен сыбайлас жемқорлықтан алдын алуға көп көңіл бөлінеді. Жыл сайын қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы мен техникалық хатшыларымен арнайы жиналыстар қарастырылған. Осы жиналыста бұл қызметкерлерге сыбайлас жемқорлық заңнамасына үзінділер тағы да бір рет түсіндіріліп, жауапкершіліктерін айқындалады. Мемлекеттік тапсырыс бойынша қабылдау процесіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау мақсатында кешенді жұмыс жүргізіліп жатыр. 2020-2021 жылына оқу журналына алған қабылдау рәсімі негізінен келесі сатылардан тұрады. Колледж қабылдау комиссиясы ниет білдірген талапкерге колледж мамандықтары бойынша кәсіби бағдар беріп отырады. Бірнеше мемлекеттік емес ұйымдардың және жергілікті атқарушы билік органдарымен колледж өкілдерінің жасақталған қабылдау комиссиясының шешімімен аттестаттың орташа балын есепке алу арқылы мемлекеттік тапсырыс бойынша конкурс ұйымдастырады. Осындай алгоритмді пайдаланудың арқасында қабылдау комиссиясының жұмысындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін неғұрлым азайып, әрбір талапкер мен ата-аналар өздерінің мемлекеттік тапсырысқа оқуға қабылдану мүмкіншіліктерін айқындауға қол жеткізеді. Талапкерлерге, ата-аналарға және жұртшылыққа қабылдау мәселелері бойынша сұрақтарға ақпараттар алу, сондай-ақ қабылдау комиссиясының жұмысында кемшіліктерді тез арада шешу үшін колледждің жедел телефон желісі ұйымдастырылып, оның көмегімен талапкерлер мен ата-аналар заңсыз әрекеттер туралы ақпаратты тікелей колледж директорына немесе қабылдау комиссиясының төрағасына бере алады. Сонымен қатар, барлық колледждің периметрі бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің 1424 сенім телефоны және Алматы қаласы білім басқармасының
172-11-00 телефоны ілініп тұрады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және адалдық мәдениетін қалыптастыру бойынша барлық жүргізіліп жатқан шаралар, осы бағыттағы барлық құжаттар колледждің кезі сайтында орналастырылып, әр студент, әр ата-ана немесе әрбір қызығушылық танытатын азамат көрініп таныса алады. Сонымен қатар өткенде және жоспарланған шаралар туралы мәліметтер де әртүрлі хабарландыру міндетті түрде колледждің әлеуметтік желідегі парақшаларында да ілініп отырады. Қорытындылай келгенде, туризм және қонақжайлық индустриясы колледжінде этика кодексінің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттың және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да шектеулердің сақталып орындалуы тұрақты негізде қамтамасыз етіледі деуге болады. Өткізіліп жатқан шаралар мен профилактикалық жұмыстардың тиімділігін айқындайтын екі негіз бар десек те болады. Біріншіден, ағымдағы кезеңде ешқандай сыбайластық жемқорлықпен байланысты бұзушылықтар тіркелген жоқ. Екіншіден, студенттер мен ата-аналардың шолуларында, сауалнамаларға берілген жауаптарында өрескел жемқорлық бұзушылық фактілері тіркелмеген. Яғни, колледж әкімшілігі, колледж ұжымы әр деңгейдегі комиссиялар мен саналы ұрпақ болуы дұрыс бағытты ұстанып, алдын алу жұмысын керек деңгейде қадағалап отыру деуге болады. Бірақ әрине колледж осымен тоқтамай, әрі қарай сыбайлас жемқорлыққа қарсы қимылдар мен парақорлықты мойындамайтын тәрбие жүйесін жетілдіруге тырысады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Нұртөре Жақыпбекович, баяндамаңызға рахмет. Көрермендерге айта кетсем, егер де біздің спикерімізге қандай да бір сұрақтарыңыз болса, астына қалдырып қоюыңызды сұраймыз. Біз міндетті түрде жауап береміз. Нұртөре Жақыпбекович, бізге бөлген уақытыңызға рахмет. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.